Адамның сыпайылығын көрсететін көрініс жасайсыздар. Екінші топ, үлкенді құрметтеп, сыйлау, тыңдау үшін не істер едіңдер? Осы сұрақ төңірегінде жұмыс жасайсыздар. Үшінші топ, үлкендерді, достарыңды, өзіңнің жақсы көретініңді қалай жеткізуге болады? Осы сұрақ төңірегінде өз ойларыңызды ортаға салып, мына жерде қорғауға болады. Топтайыңызға бірінші топ, екінші топ, үшінші топ, барлығыңыздайыз ба? Олар болса іске жақсы, балалар, олар болса әрі қарай бақыт деген не? Осы сұрақ төңірегінде әркім өз ойын ортаға салып. Бақыт деген сен бақыттысың ба? Бақыт дегеніміз ата-анамыз сау, ата-әжелеріміз бәріміз аман болғанда, еліміз тыныш, сау болғанда, соғыс болмай тұрғанда, ол бақыт деп атайды. Жақсы, Бақыт дегеніміз өз денеміз сау, ата-анамыз қасында, әже-аталарымыз қасымызда, өзіміздің қол-аяғымыз орнында, біз далада өмір сүріп жоқпыз. Тамағымыз бар, шүкір. Өзіміздің киіміміз бар. Осындай мектепке, үлкен мектептерге келіп жүрміз. Мен ойымша сол дегеніміз бақыт. жақсы. Мен ойымша бақыт дегеніміз біздің мемлекетімізде ешқандай соғыс болатса жауғызсырматқандай, біздің денеміз түгел, біз татулы өмір сүріп жүрміз. Жақсы, сол бақыт. Жақсы, тағы кім отыр? Біз сізді сағындырмыз. Сәлеметсіз бе? Мен почтальонмын. Мені анашымға апарттым. Сәлеметсіз бе? Ол сіздің балаңызсыз хат. Рахмет. Ол менің балаларым жақсы көреді мені. Сәлем болсын, Даниэл. Қалың қалай? Денің сау ма? Бәрі жақсы. Сен қалай? Мен жақсымын. Жақсы,